қалдарыңыз қалай? Не жаңалықтарыңыз бар? Не істеп жатсыздар? Отырмыз. Декреттегі әйел не қылушы еді? Үйінде егер ата енесі жоқ болса, күйеуі бала шағасы кіріп келердің алдында 1 сағат бұрын жинап аламыз ғой бәрін. Қойшы әйтеуір, күніге сол кассеталар айнала береді, бір запись жүріп жатқан. Соңғы кезде ұрыста өтпей қалады екен ғой, өзіңнің етің қалыңдай береді екен ғой. Анам білпесімен, анам жетпесімен дегенге басында кегелектей соңғы кезде етіміз де үйреніп алды оғанша. Шын айтам. Мына алманы тастауға ердің, мынаусымен жей салатын болдық, кризис оның үстіне асқазанымыз тойып отсын деп, қарап отпай. Тамақтың барын жеп атқан бізбіз ғой, үйде отырған бізбіз ғой. Тура осы образға үйреніп алған далаға да шыққың келмейді екен. Кейде алда-жалда бір тойлар болып қалған кезде шапқылап тойға барам деп салонға барасың ғой. Балаларды бүйтіп жатып, үйтіп атып, тастап, салонға кіріп барған кезде бар ғой, ойбай, ана жарқыраған свет, ана айнан көргенде шошып кетесің. Оның үстіне салондағы қыздардың бәрі еріндер түртіп, кешке дейін айнаға қарайтын болғаннан кейін бетін сипап, шашын бүйралай береді екен ғой. Деп сен күтіп тұрған кезде жалбаң етіп барып отыра қалғанда, өзіңнен өзің шошып кетесің. Ойбай, мынау мен ба деп. Блин, ұялғаныңды айтасың ғой, блин, шаршап кеттім. Бір түрлі әбіржіп тұрмын, деп қоясың. Күніге әбіржіп жүрсің ғой, оны қоя берші, ұялып қаласың да. Ал енді біреу саған үйіңде боянып отырсаң, қой деген жоқ қой. Абылай қарап отырып, өзіңнен өзің жынды емес шығасың, боянып алып, терезеге қарап отыратын. Үйтетін де қатындар бар. Бірақ ана салонның қыздарын көргенде екінші салонға барын демейді. Кішкене боянбай, кішкене біз келгенде ең болмаса біз сұлу болатында кішкене алба-жұлба болып тұрсаңдаршы. Жоқ, расы сол деймін да. Кешегі анау салонға барғандағы әңгіменің жалғасы деймін. Әсіресе мынау тойымыз болайын деп жатыр ғой, өзіміздің тойымыз. Ойбай, одан да біреудің тойына красавица болып барасың. Өзіңнің тойыңа келгенде не бұттысып боянған, не алба-жұлбаң шыққан болып жетіп барасың ғой. Мына бай бағыландар енді білмеймін, енді бір бәле сағат отыратынша салонда, содан кейін әп-әдемі болып шығатынша тойында. Біз байық сол күні үйге қонақта келіп атады, бала шағаның киімі бар, күйеудің киімі бар, ана жаққа анау арақ шарап тасып атамыз, ет бар, басқа бар, жайғаймыз деп салонға безілдеп бар, бірдеңе жасап шығамыз ғой. Өзіміздің тойымызда өзіміз албастыдай болып жүреміз. Рас. Салондағы қыздарда ерегіскенде осы бүгін сенің тойың болып жатыр ма үйінде, мәсаған деп бізге жағып береді одан. Бәрін жағып, шашымызды бүйтіп бүйралап береді. Сонымен ебелектеп, өмірі киіп жүрмеген туфлиді киіп шығып барған кезде бар ғой. Шыны керек. Одан да біреудің тойына жақсы болып барасың. Сосын салондағы қыздардың қай-қайсысы болсын, қасыңызды кім істеген дейді да, қас істейтін қыз. Құртқан дейді. Шашыңызды ұстаған қыз, шашыңызды не істеп қиқалап тастаған дейді ғой. Аямай құртқан деп қояды. Шашын ұстап бүйтіп. Ойбай деп қояды. Әркімнің өзінен асқан адам жоқ. Ойшеп қайқа барарын білмейсің. Өзің той жасағанда салонға жетіп барып, тез-тез бірдеңе қыл ойбай дейміз ғой, өзімізде оларға мүмкіндік бермейміз. Ана байдың қатындары қысап, бәрін анақта жұрт істеп жатқан жоқ біздеші. Отырып тез бірдеңе қыш, құдай-ай, бірдеңе қыш деп. Одан онсыз да халатпен буылған шашқа үйренген сен үйге келгеннен кейін ойбай, не істеймін мынау, не бәле болды деп жуасың. Жумай тұрып тарайсың бірінші, ана жасап келген прическаны. Одан бода болады. Оны жуам деп бәле қыласың. Әйтеуір бірдеңе қып құдай-ай тек бәрі асая, елдің бәрі кеп қойды деп қырып атқанда құсын деп шығып кетесің. Беттің бояуында бір жағын өшіріп, бір жағын қосып, әйтеуір сол жерге жетіп барасың. Оқыран етіп, өмірі кимеген туфлиді киіп жетіп барған кезде кең өзі де бит қырық қойып, арасында қарап қойды. Немене бәле болып кеткесің дейді. Әшейінде нормально жүресің, сол немене бәле болып кеткесің дейді. Содан кейін жүріп көр ал. Нервін қосып, іштей күйзеліске түсесің. Менің аяғымда сол туфлиім өлгенше қысып, мына жағым бір ғажап, ертесінде сразу үйге сол жерде жалаң аяқ жүрдім. Содан ертесінде сразу құрбыма звондадым, айналайын алып кетші мынаны дедім. Көрмеген осы туфли болсын, алып кетші айналайын дедім. Сонымен алып кетті. Құтылдық сол туфлиден. О көйлектен екінші ешқайға киген жоқпыз.
Оны бір жерде өзіңнің тойыңа деп мынандай қылып тіккізіп аласың, оны енді ешқайға киемайсың ғой. Болды. Тұрады сонымен өз сарғайып, бірдеңе қылып өзгертіп алғың келеді, тағы да шы. Мына жағын кесіп, мына жағын бүйтіп басқаша қылып алсам ба деп ойланып қойғанмен өмір бақи ерініп тұрады сол. Өзіңнің тойыңда өзің итақта есеңгіреп жүргенде біреу келіп маған той бастар жетпей қалды. Пәленше келіп еді, түгеншенің баласы келіп еді, соған той бастар бере қашы, маған пакет әкеші деп. Біреу әй біздікін жазып алдың ба дейді. Одан біреусі өкпелеп кетеді, маған сөзді мынандай кезде бермедіңдер. Пәленшенің арасына қосып бердіңдер. Одан түгеншенің қасына отырмадым. Есіңе шығады ғой, құдай, қонақ болған жақсы одан да.